Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге ең оңай жасалынатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт арқылы үйдегі қыздарыңыз да жасай алатын болады. Біз ең алдымен табамызға ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін бір штук жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл печеньені негізінен менің 10 жастағы қызым жасап жатыр. Жұмыртқаны барлығын жақсылап араластырғаннан кейін ұнымызға бір қасық разрыхительді салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Рецептің толық құрамын описание бөлімінде қалдырдым. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Міне осындай жұмсақ етіп қамыр шығады. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне бір ас қасық какаомызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз тағы да. Одан кейін қамырларымызды осындай кішкентай шариктарға бөліп алып, домалақтап аламыз. Сосын әрбір бөлігін осылай біріктіріп, әртүрлісінен, яғни бір шоколадты, бір ақ қамыр, бір шоколадты, бір ақ қамыр етіп бөліп, осындай форма келтіріп алатын боламыз. Қалауларыңызша форма келтіруіңізге болады. Осылай үстін басып домалақ қылса, немесе печеньенің формасы бар болатын болса, осылай форманы мен кесіп алуымызға болады. Печеньеларымызды 200 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Осындай өте дәмді, барлығына ұнайтын, жасалу жолы оңай, печеньеміз дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.